Менің сүйікті оқырмандарым, менің каналыма қош келдіңіздер. Видео басталмай тұрып, менің каналыма тіркеліп, лайк басып және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге өте жұмсақ, тез дайын болатын пирожки рецептімен бөлісетін боламын. Бізге жылы сүт керек болады, тұз керек болады, бір қасық тұз саламыз, сосын сухой дрожь саламыз. Жақсылап араластырып бәрін 1-5 минутта тұрады. Содан кейін май, сары май болса да, маргарин болса да қоссаңыздар болады. Мен үйде күнделікті қолданып жүрген майды қостым. Асастан ұн салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Сүттеріңіз міндетті түрде жылы болуы керек. Видеода қалай көрсетілген, бәрінде дәл солай жасайсыздар. Өте жұмсақ шығады. Енді егерде пирожкиларыңыз ұқсамай жүрсе, осы рецептпен істеп көрулеріңізге кеңес беремін. Осылай, міне өте жұмсақ, қараңыздар, өте жұмсақ шықты. Шет-шегесін тазалап, 1 сағатқа асыруға қойып қоямыз, бетін жауып жылы жерге. Бізге 1 сағат тұрды, міне. Енді зуала қылып аламыз, бәрін тең бөлікте бөлеміз. Бетін жауып, шашықпен бе, пакетпен бе жауып, 1-5 минутқа тындырып қоямыз. Содан кейін барып жаямыз. Начинкасына кез келген начинканы қолдансаңыздар болады. Менде картошка. Осылай салып, жұқалап жайып аламыз. Бәрін осылай түйіп шығатын боламыз. Сол аралықта майды құйып қыздырып тұрамыз. Әрқайсысын салып аламыз. Екі шетін аударып қарап тұрамыз. Орташа алауда пісіресіздер. Қатты болып піссе, ортасы піспей қалады. Міне көріп жатсыздар, өте әдемі томпақ болып шығады. Егер рецепт ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, және маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.